Когнитивтік лингвистика. Когнитивтік лингвистика жалпы бұл тіл мен ойлау сананың арасындағы өзара байланысты зерттейтін бағыт болып саналады. Сонымен қоса тіл мен адам санасының, оның ішінде жаңа айтып өткендей ойлау, қабылдау ұғымдарының өзара байланысын зерттейді екен. Жалпы бұл тіл ғылымының дамуы 20 ғасырдың соңынан басталады, яғни 20 ғасыр соңынан бастап қалыптаса бастады. Басқа да тіл білімдерімен байланысын атап өтетін болсақ, когнитивтік лингвистика бізде психология, нейроғылым, логика, философия сынды әртүрлі бағыттармен өзара жаңағыдай байланысқан тіл ғылымы екен. Яғни өздерінің арасында бір-бірімен тығыз байланысты. Оның ішінде біз осы нейроғылымды, яғни нейролингвистиканы атап өтсек болады. Келесіде бізде бұл когнитивтік лингвистиканың қалыптасуына байланысты, яғни ең алғаш зерттеушілеріне келетін болсақ, бұл бізде танымдық тіл білімінің негізгі зерттеушілерінің бірі Лаков болды. Сондай-ақ когнитивтік лингвистиканың жаңағыдай одан ары дамуына өзінің үлестерін қосқан осы құрылымдық семантика мен когнитивтік грамматиканың өкілдерін де атап өтсек болады. Жалпы когнитивтік лингвистика ол жаңағыдай бір дәстүрлі тіл біліміндегідей жай ғана грамматикалық ережелер, не болмаса тіл құрылымы деген сынды, сөздер жүйесі деген сынды тек сол бағытта ғана қарастырмай, тіл, ойлау, адам санасы, тәжірибе деген сынды тәжірибе жүйесіне байланысты қарастырады екен. Яғни тіл ол адам санасының құралы, адам тәжірибесінің құралы болып саналады екен. Осы когнитивтік лингвистиканың жаңағыдай пайымдауы бойынша. Когнитивті лингвистиканың дамуы. Когнитивті лингвистиканың дамуы бірнеше кезеңдерден тұрады. Ең алдымен оның қалыптасуына когнитивті психология және семантикаға деген қызығушылық, сондай-ақ Гумбольдт пен Витгенштейннің философиялық ойлары әсер етті. Сонымен қатар когнитивті лингвистиканың дамуына жасанды интеллект, логика, IT технологиялары сияқты когнитивті ғылымдардың дамуы да маңызды алғышарт болды. Когнитивті лингвистиканың негізін салған ғалымдардың қатарында Хомский, Лаков және Ленкагер сынды ғалымдар бар. Олар тілдің тек құрылым ғана емес, адамның ойлау жүйесінің көрінісі екенін дәлелдеді. Үшінші кезең даму кезеңі. 1970-1980 жылдары бұл бағыт дамып, когнитивті грамматика, фрейм, концепт, прототип теориялары пайда бола бастады. Тіл арқылы әлемді тану, мағыналардың санада ұйымдасуы зерттеле бастады. Ал төртінші кезең жеке бағыт ретінде қалыптасуы. 1980-1990 жылдары когнитивті лингвистика жеке бағыт ретінде қалыптасты. Халықаралық когнитивтік лингвистика ассоциациясы құрылып, когнитивтік семантика мен концептология ғылымы кеңінен дамыды. Енді келесі бізде когнитивті лингвистиканың қазақ тіл білімінде қалай көрініс тапты, яғни қазақ тіл білімі когнитивті лингвистика бойынша қандай зерттеулер жүргізді, соның көрінісін байқайтын боламыз. Ең алдымен когнитивті лингвистика қазақ тіл білімінде ең алғаш болып Ахмет Байтұрсынұлы және де Құдайберген Жұбановтың еңбектерінде көрініс тапқан болатын. Дәл қазір біз Ахмет Байтұрсынұлының деректеріне тоқталамыз, пікірлеріне. Ең алдымен Ахмет Байтұрсынұлы когнитивтік лингвистика бойынша тек қана когнитивті тұрғыда ғана емес, жалпы тілдің танымдық жүйесін, тілдің ерекшеліктерін, жан-жақты зерттеген пікірлердің, олар туралы ғылыми тұжырымдамалардың барлығын саралай отыра, өзі мынандай бір екі түрлі бағытты қарастырған. Яғни бүкіл зерттеулердің ішкі мазмұны екі түрлі бағытта тұрады деген. Ең біріншісі біз білеміз, когнитивті лингвистика ол тілдік санамен, адамның ойлауымен байланысты. Демек оның біріншісі тіл, ойлау, дүние бейнесі деген сабақтастықты қамтамасыз етеді дейді. Ал екінші бағыты, екінші мазмұны поэтикалық, тілді қарапайым тілден ажыратып алуға, олардың мағынасын түсіндіруге арналған тұжырымдамалы еңбектер деп қарастырады. Енді біз жаңа айттық, когнитивті лингвистика ол тілдік сана дедік. Демек Ахмет Байтұрсынұлы адамның жалпы санасына әсер ететін, я болмаса осы когнитивті лингвистикаға байланысты үш маңызды дүниені айтады адам бойындағы. Ол бізде қандай дүниелер? Біріншіден ол бізде ақыл, қиял, көңіл дейді. Бұл үшеуінің де әрқайсының қызметінде қарастырған Ахмет Байтұрсынұлы. Ақылдың ісі аңдау, қиялдың көңілі мегзеу, ал көңілдің қиялы түю, я болмаса талдау дейді. Демек Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінде біз мынандай бір тілдің міндетін байқаймыз. Тілдің міндеті, тілдің қызметі, ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың мегзеуін мегзегенінше, көңілдің түйуін түйгенінше айтуға жарау деп білдіреді екен. Демек біз бағанадан бері айтып отырсақ, когнитивті лингвистика ол ойлаумен де, санамен де, адаммен де тікелей байланысты. Осыған байланысты Ахмет Байтұрсынұлы тағы да мынандай бір пікірді алға тартады. Жалпы біз ойлаймыз, ол ойлау бізде екі түрлі форматта жүзеге асуы мүмкін. Біріншісі тиісінше ойлау, екіншісі түйісінше ойлау. Тиісінше ойлау деген қалай? Ол деген кез келген затты қалай бар, тура сондай қалпында танып, тура сондай жағдайда сипаттау, артық дүниесіз. Мысалы, мынау доп, мынау қалам деген секілді шындық болмысын алға тартады. Ал екіншісі түйісінше ойлау деген жаңағы адам айтып отырған белгілі бір құбылысты, белгілі бір болмысқа сипаттамалар қосу деген секілді тұрғыда жүзеге асады екен. Демек, бұнымен біз не айтқымыз келеді? Ахмет Байтұрсынұлының когнитивті лингвистикаға қосқан зерттеулердің көрінісі ретінде адамның тілі, ол адамның санасында болған құбылыстарды сыртқа шығарумен,
сондай бір қызметтермен жұмыс жасайды. Когнитивистік лингвистика жайлы ғалымдардың пікірлері мен тұжырымдамалары. Ең алдымен когнитивистік лингвистика дегеніміз не деген сұраққа жауап алайық. Когнитивистік лингвистика дегеніміз лингвистикалық зерттеулердің нәтижесінде бір-бірімен қатарласа тұжырымдамасы жүретін және қазіргі таңда антропоцистік бағыттардың парадигмаларының бір-бірімен тығыздала байланысқан жүйесін когнитивизм деп атаймыз. Ол түрлі екі түрлі ғалымның пікірін алып қарастыруымызға болады. Ең алдымен біз Елена Кубрякованың пікірін алатын болсақ, ол жерде ол когнитивистік лингвистика дегеніміз адамның сана сезімі, ойлау қабілеті, сонымен қатар сезім мүшелерін де, білім дағдысын да, сонымен қатар логикалық ойлау жүйесін де, сезім мүшелері, и сезім мүшелері деген сынды бүкіл адамға тән қасиеттердің барлығын когнитивистік лингвистиканың негізі ретінде қарастырып, оның дамуына осы қасиеттер себеп болады деп тұжырым жасаған екен. Ал Валентина Маслова бұл жайлы керісінше пікір қалыптастырған, яғни когнитивистік лингвистика дегеніміз тек қана адамның сезім мүшелерін, сонымен қатар адамның өзінің дамуына ғана емес, сонымен қатар оның тілдік бірлігін, сонымен қатар тілдің алатын орны, оның айтылу жүйесі немесе басқа ғалымдармен бір-бірімен тығыз байланыстағы саласы деген сынды пікірлермен тұжырымдаса отырып, ғаламдық тұрғыдағы мәні қандай деген сынды сұрақтарға жауап беру арқылы осы когнитивистік лингвистиканың екінші тұжырым жасаған болады. Яғни ол жаққа тек қана адамның өзіндік қана қасиеттерін емес, сонымен қатар ғаламдық мәселелерді де қозғау керектігін тұжырым жасайды. Сонымен қатар когнитивистік лингвистика екі елде қатар дамыды, яғни ол алғашқысы Европада, Америкада қатар дамыды. Европада ол бізде Умбольдтың тұжырымдамасымен, яғни жетекшісі болып, ең алғашқы бірі болып зерттесе, Америкада Спирстің, Вольфрам деген сынды ғалымдардың дамуымен жүзеге асты. Сонымен қатар Елена Кубрякованың зерттеу нәтижесінде қазіргі таңда когнитивистік лингвистика ең алдымен қарқынды даму алып жатқан ғылым саласының бірі ретінде қарастырады, яғни ол жерде тек қана тілге қатысты мәселелерді емес, тілден бөлек те ауқымды мәселелерді қарастыратындығын, сонымен қатар антропоцистік парадигмалар жүйесінде бір-бірімен қатарласа дамитындығын, сонымен қатар тілдің рухани бірлігін, сонымен қатар тілдің алатын орны, ертедегі тарихы және оның болашақтағы мәні деген сынды сұрақтарға жауап беру арқылы оның болашақта даму алатын қарқынын бізге көрсете білген. Қазіргі когнитивтік лингвистиканың дамуы жайлы ғылыми еңбектерге шолу. Жалпы біз когнитивтік лингвистиканы атап өткен кезде ең алғаш ойымызға 1998 жылы жарық көрген Жаманбаеваның тіл қолданысының когнитивтік негіздері, эмоция, символ, тілдік сана атты монографиясы есімізге оралады. Жалпы бұл монографияда автор тілдік сана құрылымын, гештальт теориясын ашып түсіндіреді. Келесі еңбектің бірі ол Әмірбекованың концептілік құрылымдардың поэтикалық мәтіндегі вербалдану ерекшелігі атты диссертациясы. Жалпы бұл диссертацияда автор Мұқағали Мақатаевтың поэтикасынан, оның поэзиясынан мысалдар келтіре отыру арқылы көркемдік сана, когнитивтік модель, ассоциация және де бейне ұғымдарына терең тоқталады. Келесі еңбек 2007 жылы жарық көрген Оразалиеваның когнитивтік лингвистиканың қалыптасуы мен дамуы атты монографиясы. Жалпы бұл монографияда автор когнитивтік лингвистиканың дамуы және де қалыптасуы туралы ғылыми теориялық тұжырымдарға сүйене отырып, осы тақырыптың мәнін ашады. Жалпы қазақ когнитивтік лингвистикасы әлі де зерттеуді қажет ететін салалардың бірі болып табылады.